Сәлем баршаңызға, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен оңай әрі тез үйдегі бар заттардан дайындалатын алмалы пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамаңыздар. Алдымен осылай өлшеп алған ұнымыздың үстіне сары майымызды ұнға малып, үккіштің көмегімен шығарып аламыз. Оның үстіне өлшеп алған қант ұпасын саламыз, қопсытқышымызды салып, осындай жұмсақ балғын қамырымызды илейміз. Илеп дайындап алған қамырымызды үлкен және кішкентай бөлікке бөліп, тоңазытқышта қойып қоятын боламыз. Ол аралықта тазалап дайындап алған 5-6 алмамызды үккіштің үлкен жағымен шығарып, өлшеп алған құмшекерімізді салып, оның үстінен кішкентай қасықта 1 қасық корицамызды салып, жақсылап құмшекер еріп кеткенше араластыратын боламыз. Достар, менің арнамнан алыстамай көріп отырғандарыңызға рахмет. Тіркеліп жақындарыңызбен де менің рецептеріммен бөлісіп отыруларыңызды сұраймын. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Астындағы описание бөлімінде қажетті заттардың барлығын жазып кететін боламын. Грамдарын, өлшегендерін барлығын астынан көріп жаза берсеңіздер болады. Енді тоңазытқышта тұрған үлкен қамырымызды осылай азғантай ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Шелек қалың болмау керек. Орташа етіп жайып арнайы формамызға саламыз. Қамырымыз жұмсақ болғандықтан формаға салу әрине кішкентай қиындық тудырады. Шеттеріндегі қамырларын өздеріңіз қолдарыңызбен қойып шықсаңыздар болады. Жұмсақ болғандықтан формада тұруы қиындау болады. Осылай формамызға орнатып алдық. Енді суы шығып тұрған алмамызды суынан ажыратып, осылай дайын болған қамырдың үстіне салып шығамыз. Енді қамырымыздың кішкентай бөлігін осындай ұзоры бар кескіштің көмегімен кесіп дайындап аламыз. Дайын қамырымыздың үстіне осындай әсемдік үшін қойып шығатын боламыз. Өз фантазияларыңызбен қалауларыңызша жасай берсеңіздер болады. Енді жұмыртқаның сары уызын бетіне сүріп шығатын боламыз. Міне дайындап сүртіп алдық. Енді 200 градуста қызып тұрған печкамызда 20-25 минутта пісіп шығады. Мінекі пирогымыз да дайын болып пісіп шықты. Үйдегілеріңізбен осындай дәмді де тәтті, балғын пирогтың дайындап қуантып қоюларыңыз сұраймын. Үйдегілеріңізге ұнауы сөзсіз. Жұмсақ әрі балғын пирогымыз дайын болды. Назарларыңыз үшін рахмет.